Bir оқырман бар, саламатсыздар ма? Так, бүгін тревога жөнінде әңгімелесетін боламыз. Тревога жөнінде сұрақтар болса қойсаңыздар болады. Так, үш оқырман қарап отыр екен. Оқырмандар қалайсыздар? Менің үш оқырманым, көрерменім. Бүгін мен тревога жөнінде сөйлескім келіп тұр, мазасыздық жөнінде. Қорқыныш, үрей, беспокойство, алаңдаушылық, мазасыздық, паникалық шабуыл жөнінде сұрақтар болса, сұрақтарға жауап берейін деп кірдім. Сұрақ болса қойсаңыздар болады. Егер менің құзыретімде болса, сұрақтарға жауап беремін. Қазіргі таңда 21 ғасырдың дерті деп аталады. Мазасыздық белең алып бара жатыр. Тревожно-фобическое расстройство деп айтады. Олар өте көп. Тревожно-фобическое расстройствомен осы именно психическое состояниялардың ішінде бірінші орында тұр. Өйткені көп адам осындай тревогамен мазасызданады. Мазасыздық сезінеді, соның кесірінен көптеген өзінің діттеген ойларына, ниеттеріне, мақсаттарына жете алмайды. Ол жіпсіз байлайды, үйден шығуға немесе қандай да бір алдына қойған мақсатқа жетуге кедергісін келтіреді. Мысалы, автобуста адам көбейіп кетсе, дем жетпей қалады. Мен демала алмай өліп қаламын деп баратын жеріне дейін жете алмай, остановкадан бірнеше рет түсіп қалып, солай барады. Оның өзі қандай кедергілерін келтіреді? Что кешіп қалуы мүмкін баратын жеріне, әр автобустан түсіп қала берсе, әр остановкадан. Әр түсіп қалған сайын проездге ақша кетеді дегендей да, ол да бар ғой. Әр түсіп қала бергеннен кейін мазасы кетеді, настроениесі болмайды. Сөйтіп баратын жеріне барғанша ол уже разобранный дейді ғой, шашылып қалған болып барады. Поэтому деген мазасыздық қазіргі таңда вот сондай. Ол не үшін пайда болады? Осындай парадокс. Жағдай жақсарған сайын, өмір жақсарған сайын, біз енді Аллаға шүкір индустриализация дейміз, технологиялардың даму заманында осындай мазасыздық жағдайлары өте көп болады деп бүкіл әлемдік денсаулық ұйымы сондай болжам келтіруде. Яғни 21 ғасырдың дерті деп саналады. Сұрақтар болса чатқа жазып
сұрақ қойсаңыздар болады. Оқырмандар, парақшама жазылып қойыңыздар, YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Барынша сіздерге пайдалы ақпарат беруге тырысамын. Әйтеуір қандай видео түсірсем бәрін салып жатырмын YouTubeға. В основном академиялық психология, кәсіби психология, кәсіби психологиялық білімге, ғылымға сүйене отырып, осындай видеоларды салып отырамын. Қазір таңда 12 адам қарап отыр, өте қуаныштымын. Мазасыздық деген қорқамын, қорқыныш деп айтады ғой. Мазасыздықта негізінде олай емес. Мазасыздық, қорқыныш деген дәл действительно реальный қорқыныш. Вот алдымнан ит шығып қалды, қабаған. Ол қазір мен тістеп алуы мүмкін. Вот это вот қорқыныш. А мазасыздық, мен қазір мына көшеден өтсем, алдымнан ит шығып қалмай ма екен, тістеп алмай ма екен, вдруг там көшеге босатылып кетіп үйінен бір ит жүрсе, мені тістеп алса деген, енді ол мазасыздық. Болмаған нәрсені болашаққа қарай бағытталған мазасыздық. Поэтому көбісі қорқыныш деп жазады ғой. Енді маған негізінде қорқыныш, когда есть за что реально қазір, дәл қазір не актуальное состояние. Мысалы, Ильяна американский горки бар ғой, американский горкида былай жүреді. Соған отырып, қалай жеткізсем екен, отырып, белдік па, нені, защитный поясты. Ау? Ілесіз, дайындаласыз, жайлап, ол жайлап көтеріп бастайды жаңағы пояс. Ол мазасыздық. То есть күтіп отырсыз қазір, ана төбеге жеткен кезде, төменге қарай жүріп кеткен кезде, мен там жүрегім шыдамай, там жарылып кетуі мүмкін, атылып кетуі мүмкін, өліп қалуы мүмкін деген дейді. То есть деген әлі жеткен жоқ ана төбесіне. Ал қорқыныш, ана төбесіне жетіп, төменге қарай жүретін кезде действительно қорқынышты ғой. Вот сол кезде сезіну. Мініп барам дегенше ол мазасыздық. Бүйтіп түскен кезде қорқыныш. Қорқыныш действительно реально түсе тұрған кезде қорқыныш туындайды. А мазасыздық әлі жетпесе де, нетпесе де мазасыздық көтеріледі. Және мазасыздық адамда мынандай программа кішкентайынан закладываться етіледі. Әлем қорқынышты, мир опасный. Там бабайлар көп, бүжей бар, тағы қандай қорқытатын сөздер бар. Жазып кетіңіздер, оқырмандар, мына жерге, көрермендер. Там жалғыз жүрме, адамдар ұрлап кетеді, өлтіріп кетеді, тағындай бір мейлі мысалдар бар. Яғни кішкентайынан сондай программа енгізіліп қалады. Әлем қорқынышты деген. Сол программа мазасыздықты тудырады. Қорқынышты солай пайда қылады. Действительно, мен қазір мені біреу өлтіріп кетеді, мені біреу тағысын тағы. Қорқынышты, потому что кішкентайымыздан тыңдамаса бабай келеді, там мық қылады, там бүжей бар, тағысын тағы деп солай үйретіп тастайды. Ол да мазасыздықты тудырады. То есть программаны салып тастайды.
Сондықтан енді ол біз білеміз қазіргі таңда ондай бұжай жоқ, там бабай жоқ деген. Ол рационалды ми деп айтады ғой, рациональная частьпен түсінеміз, бірақ нерациональная часть жоқ. Действительно, қазір шыққан кезде бабай болады, бұжай болады деген сондай қорқынышты қалыптасқаннан кейін программа адам мазасызданады. Үйде жалғыз қалып қойсам, там не бар, үйде жалғыз қалып қойса, арғы бөлмеден бір құбыжық шығатын сияқты дегендей, например. Хотя құбыжық болуы мүмкін емес, но адам соған сенеді. Мазасыздық деген осы. И панические атаки деген осыдан пайда болады. Неге қазір көбейіп кетті, бұрын жоқ еді ғой деп айтамыз ғой, ондай емес. Бұрында да бар, просто бұрын оны ВСД деп дәрігерге барады ғой, өзі психолог жоқ қой. ВСД дейді, вегетососудистая дистония деп береді. Ондай диагноз қай уақытта қойылады? Дәрігерлер басқа ешқандай проблема таппаған кезде босқа жіберуге болмайды. Енді бір диагноз қою керек қой, алдына пациент келгеннен кейін босқа жіберуге болмайтын болғандықтан оған ВСД деп қойып береді. И ВСД бар, менде ВСД деп жүреді. Дәрігерге қаралып жүрмін там тағысында, бірақ ол ВСД емес, кәдімгі мазасыздық болып табылады. Мысалы, мен өзім мазасыздықпен айналысып бастағаннан көп нәрселерді есіме түсірем да. Мен нағашы әжем, тие берсін, жатқан жері жайлы болсын. Кішкентай кезде мен жасым 6-та ма, сондай нағашыларыммен басқа қалаға қыдырып бардым. Нағашы әжем бар, мен бармын, нағашы апам бар, нағашы ағам бар. И жаңа нағашы әжемнің келіні бар, қайнысының келіншегі. 5 адам болып жаңа бір қалаға бардық. Біздер ауылдық жерде тұрамыз, жер үйде. Содан жаңағы үлкен қалаға бардық. Сөйтіп жаңа бір туысқанымыздың үйі 5 этаждық домда 5-ші этажында екен да. Сонда деген жаңа әжеме қиын болды ғой 5-ші этаж болғаны. Мен қазір қалай көтерілем, мен мына 5-ші этажға. Мен деген көтеріле алмаймын мына 5-ші этажға. Мен деген биіктен қорқамын. Мен деген қорқамын. Ойбай, қайдан ғана келе қалдым, қайдан ғана. Біз күлеміз, мен вообще кішкентаймын, сосын күледі бәрі. Қалай міне алмай жатырмын деген, не деген сөз ол? 5-ші этажға міне алмай жатырмын деген, аяғың бар міне. Біз мініп жатырмыз, міне мініп жатырмыз. Міне бір баспалдақ, 2-ші баспалдақ, 3-ші баспалдақ, міне алмайым деген не деп, жаңағы енді нағашы апамдар қызы ғой, енді қызы баласы түсінбей жатыр. Олар енді үлкен, енді 25-30-да ма, мен кішкентаймын. Содан жаңа әжеміз енді жылауға ұялған шығарды, бірақ деген өң басы сұрланып, жоқ, сендер түсінбейсіңдер, мен деген биікке көтеріле алмаймын, биік деген маған болмайды, мен деген міне алмаймын. Короче, әңгімен барысы осы. Содан деген енді анау бару керек, енді ана үйге бару керек. Ана бір 5 минутта мініп жететін жерге біз жарты сағатта ма жеттік қой. Сонда жаңа әжем еңбектеп мінді, 4 аяқтап мінді. И мына жағында ұстайтын жері бар ғой, ұстайтын, мен содан бір қолы сода, бір қолы әйтеуір былай еңбектеп мінді. Біздер жаспыз, енді жаңа ағаларым да жас қой бәрі. Күлеміз жаңа әжемізге, тие берсін. Күлеміз, не нәрсе мынау деп та. Мен вообще кішкентаймын, мен тарқылдап күліп жүрмін. Әжем деген кішкентай бөпе сияқты еңбектеп мініп жатыр деп. Содан кейін мазасыздықпен жұмыс жасаған кезде түсініп жатырмын ғой. Оказывается, тревога, биіктен қорқу, биікке міне алмау. Сонда жаңа әжем айтады, қазір өлемді қалатын шығармын, өлемді жүрегім қағайырылып, өлемді қалатын шығармын деп.
біз түсінбей сонда деген, сөйтсек ол тревога екен ғой, кәдімгідей тревогамен ауырған екен ғой деймін да. Сонда сонымен кетті ғой, ол кезде де болды. Мен әжем 31-ші жылғы ма сондай еді. Сонда мен кішкентайым, где-то 90-шы жылдар ғой деймін, 90-шы жылдар. Сол кезде де сондай бар еді, просто ешкім білмейді, айтылмайды дегендей да. Қазір енді адамдар уже кішкене өз-өздеріне бақылап, өздерінен байқап дегендей, қазір көп пайда болып жатыр. И плюс мынау енді ондай мәселелерді қазір есіме алып отырсам, сондай тревогамен көп негізі тревогалар көп мен кездесетін едім айналамда да. Сонда ол кезде біз тревога екенін білмейміз ғой енді не деп. Поэтому вот сондай чатқа жазып отырсаңыздар болады, мен нені жабайыншы. Вот сондай. Так, чатқа бірдеңе жазып отырсаңыздар, барынша пайдалы ақпарат беруге тырысамын. Каналға жазылып қойсаңыздар болады. Каналда тек ғылымға сүйенген кәсіби ақпараттар беріледі. Сондықтан жазылып қойыңыздар. Мынаған дайректке мазасыздық бойынша жазып жатыр. Сәлеметсіз бе? Қандай мәселемен хабарласып тұрсыз? Көп мазасыздықпен, біреу баласы үшін уайымдайды, біреу өзімен алысып жүреді, біреу анасы үшін уайымдайды. Көп өте. Ол мазасыздық көп нәрсеге қол байлау болғандықтан адам үйінен шықпай бастайды. Үйінен шықпай бір сарынды өмір болған соң міндетті түрде мазасыздыққа еще депрессия қосылып жатады. То есть деген осложнение беріп жатады солай. Поэтому бейжай қарауға болмайды мазасыздықты, паникалық атаканы, қорқыныш үрейді бейжай қарауға болмайды. Өйткені өмір сапасын дейміз ғой, енді өмір сүру сапасын күрт төмендетіп жібереді. Солай. Мынандай телефонға, компьютерге арналған очки еді. Киіп отырайын. Чатқа жазып отырсаңыздар болады, құрметті көрермендер, оқырмандар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап беремін. Именно мазасыздық бойынша, қорқыныш, үрей, стресс, алаңдаушылық, беспокойство,
панические атаки, сол бойынша сұрақтар қойсаңыз болады. И YouTube каналға жазылып қойсаңыздар болады. Барынша пайдалы ақпараттар беруге тырысамын. Сол жерде кішкене белімді былай жіберіп отырмаса белім ауырып кетті. Менің оқырмандарым не дейді, подписчиктерім бар ма екен? Осы каналдың подписчиктері бар болса, плюс қойып шықсаңыздар. Инстаграмға да жазылып қойсаңыздар болады. Шапка профиля ютубта тұр, инстаграм. Или просто прямо эфирде көріп қалған адамдарым екен мені. Или мына жерге сұрақ қойсаңыздар болады. Не? Төмен түспей ме? Сұрақ болса, сұрақ қойсаңыздар болады. Мені танисыздар ма? Или жаңа бүгін бірінші рет көріп тұрсыздар ма? Сол туралы жазып өтсеңіздер. Бірінші рет көріп тұрсыздар ма? Или менің оқырмандарымыздар ма? Сол панические атаки, мазасыздық, тревога, орысшасы, беспокойство, үрей, қорқыныш, фобия. Сол туралы сұрақтар қойсаңыздар болады. Егер мені енді көріп отырған оқырмандар болса, жаңа көріп қалған, просто случайно кіріп қалған оқырмандар болса, мен есімім Айгүл, когнитивті мінез-құлықтық психолог болып табыламын. Именно тревожно-фобические расстройствомен жұмыс жасаймын. Терапиялар жүргіземін, адамдарға көмек беремін. Жақсы сапалы өмір сүруге, қуанышты, бақытты, спокойный деп айтады өздері. Спокойный өмірді қалаймыз деп. Спокойно өмір сүруді, спокойно на расслабоне идеяларын жүзеге асыруға дегендей сондай көмектесемін. Инстаграмға да жазылып қойсаңыздар болады. Менде инстаграм сол ютубтың бірінші несінде тұр ғой деймін. Бірінші сабағы, бірінші не дейді, шапка профиля да. Ютубта оқырмандарым кім екен, интересно мне. Потому что көп кірмеймін ютубқа. Ютубқа көп кірмегесін білмеймін. И сосын ютубтың несі вообще басқа ғой. Mesela инстаграмда көріп отыруға болады, сториски салған кезде көруге болады, адамдарды көруге болады, кім подписка жасады деген. А ютубта ондай ештеңе жоқ. Сторис жоқ, ютубта. Алар не зат екен, ол не? Камераны қосу өшіру екен ғой. Ол не? Мынандай екен. Зеленый экран деген, ол не? Коррекция света дейді. Солай.
Сол ровно 30 минутта қазір каналда нені прямой эфирді жабамын. 1 минут 60 секунд па неше қалды соны. 10 секунд қалды. Сол, если что, Тасанова 2 нижний Айгүл деген инстаграмға да жазылып қойсаңыздар болады. Әсем келді ма? Сондықтан панический атака, тревога, мазасыздық туралы сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Бәріне жауап беруге тырысамын. Мүмкін мынандай неге де шығуға бола ма екен, ондай 2 адам отырып? Болады ғой, ондай жоқ па екен? Ондай болады ғой. Қазнағылықты жүріші. Ондай жоқ сияқты да. Ретуш дейді, мынандай. Сол, жақсы оқырмандар, көрермендер, сау болыңыздар. Кейін бос болсам кірермін.